Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода сіз ішегіңізді қалай шлакпен улы заттардан тазартуға болатыны жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Біз ұсынғалы отырған рецепттер өз нәтижесін берген, кеңінен қолданыста болатын танымал әдістер. Бұл емдер арқылы ішегіңізді шлак пен улы заттардан тез тазартатыныңызға сеніңіз. Достар, біздің арнамызға келіп түскен жылы лебіздеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Сіздердің осындай комментарийлеріңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға, одан әрі жұмыстануға шабыттандырады. Баршаңызға көп рахмет. Алдағы уақытта одан да күшті пайдалы видеолармен сізді қуантатынымызға сенімдіміз. Алғашқы рецепт – күріш. Дөңгелек пішіндегі күрішті аласыз. Жасыңызға сай мөлшерлейміз. Мәселен, жасыңыз 25-те болса, онда 25 ас қасық күрішті ыдысқа салыңыз. Салқын сумен күрішті жуыңыз. Сосын күрішті бататындай етіп, қайнатылған салқын су құясыз. Ыдыстың бетін жауып, тоңазытқышқа қойыңыз. Таңертең желдетілген күріштен бір ас қасық алып, басқа ыдысқа салыңыз. Үстіне салқын су құйып, газға қоясыз. Баяу отта 5 минут қайнатыңыз. Піскен кезде жей беруге болады. Емді күніне таңғы 7:30-да жүргізу керек. Күрішті аш қарынға жейсіз. Сонан соң 3 сағатқа дейін ештеңе ішіп жеуге болмайды. Ал тоңазытқыштағы күріштің суын ауыстыруды ұмытпағайсыз. Ескере кететін жайт, күріш ағзадағы тұзды ғана шығарып қоймайды. Сонымен қатар калий элементін де жояды. Сондықтан да күрішпен емделуді бастағаннан ақ тамақтану мәзіріңізге інжір, мейіз, кептірілген өрік, картоп, қалақай және бал қосылған шайды қосыңыз. Мұның нәтижесінде теріңіз тазарады, әрі түсі оңалады. Зат алмасу реттеледі. Бауырдың жұмысы жақсарады. Буын ауруларынан арыласыз. Денеңіз жеңілдеп, күш қуатыңыз артатын болады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды, видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Келесі рецепт – лимон және сарымсақ. 4 дана лимонды ыстық суға салыңыз. 10 секундтан соң лимонды ыстық судан алып, екіге бөлесіз. Ыстық суда желдетілген лимоннан шырын шығару қиындық туғызбайды. Бір бас сарымсақты қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. Екеуін бір ыдысқа салып, бетін жауып қоясыз. 3 тәуліктен соң тұнбаны сүзіп алып, сұйықтықты тоңазытқышқа салу керек. Дайын болған емдік сусынды таңертең аш қарынға бір ас қасықтан қабылдайсыз. Соңынан 50 мл су ішу керектігін ұмытпаңыз. Сусын біткен кезде жаңасын дайындап, емді қайта жалғастырасыз. Қара қарақат. 30-35 грамм қара қарақат жапырағына 200 мл қайнаған су құйып, тұндырып қоясыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, күніне 3 рет 100 мл-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 25 минут бұрын жүргізу керек. Белсендірілген көмір. Дәріні салмағыңызға қарай есептеп қолданасыз. Мәселен, сіздің салмағыңыз 80 келі болса, онда 8 дана дәрі ішу керек. Бірақ бәрін бірден ішуден сақ болыңыз. 8 дана дәріні 2-ге бөліп, таңертең 4 дана, кешке 4 данасын қабылдайсыз. Ескеріңіз, белсендірілген көмірді ұнтақтап ішсеңіз, нәтижесі тезірек көрініс береді. Сондай-ақ дәріні көп мөлшердегі сумен ішуді ұмытпаңыз. Ем кезінде күніне кем дегенде 2 литрдей су ішу қажет. Емделу ұзақтығы 2-3 апта. Зығыр дәні. 100 грамм зығыр дәнін кофе ұнтақтағышпен ұсақтап алыңыз. Оған
250 грамм күнбағыс майын араластырып, бетін жауып қойыңыз. Жиі-жиі қозғап тұруды ұмытпаңыз. 7 тәуліктен соң дайын болған қоспаны біраз қасықтан жейсіз. Емді тамақтанудан 45 минут бұрын күніне 3 рет жүргізу керек. Қоспаны қолданатын кезде араластырып алыңыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ем кезінде қуырылған, қақталған, консервіленген және ұннан жасалған тағамдар мен тәттіні ұмытыңыз. Оның орнына балық пен көкөністерді көбірек жеңіз. Ағзаны шлактан қалай тазарту керектігі жөнінде рецепттерді жазып алған болсаңыз, келесі кезекте қандай тағамдарды жиі тұтыну ұсынылатынын айтатын боламыз. Алма. Бұл жеміс ағзаны токсиннен тазалайды, ал шырыны вирустық инфекциядан қорғайды. Егер сізде тұмаудың белгілері байқалса, күнде алма шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. Жемістің құрамындағы пектин заты ағзадағы ауыр металды шығарып, токсиннен тазалайды. Одан бөлек ішек құрттарды шығарады, несеп шығару жолдарын емдейді, бауырдың жұмысын жақсартады. Алма нәрлі заттарға бай, ағзаны дәруменмен, минералды заттармен, фосфор, магний, калий, кальций элементімен байытады. Қызылша. Бұл көкөніс жасұнық пен органикалық қышқылға бай. Ішектегі шлакты, токсинді тазалау үшін қызылша жеуге әдеттеніңіз. Әсіресе бауыры ауыратын науқастарға керемет дәрі екенін біліңіз. Одан бөлек ағзаға күш беріп, қан қысымын қалпына келтіреді. Қатерлі ісік ауруларымен күресіп, буын ауруларын емдейді. Әрі артық салмақтан арылтады. Көкөністің құрамындағы минералдар мен химиялық заттар ағзаның инфекцияға қарсы күресу қабілетін арттырады. Қан мен бауырды тазалайды. Балдыркөк. Бұл көкөніс қанды тазалайды. Несеп жолдарының жұмысын жақсартады. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Бүйректі аурудан қорғайды. Оған қоса асқазан, ас қорыту жүйесінің жолдарын жақсартып, ағзаны улы заттан тазартады. Пияз. Бұл көкөніс ішекті тазартады, әрі тері арқылы ағзадағы токсинді шығарады. Тамаша антисептикалық қызмет атқаратын аталған көкөніс бактериялық, саңырау құлақ және вирустық аурулардан қорғайды. Пияз ішектің жиырылуын арттырады, ас қорыту процестерін жақсартады. Үнемі тұтынсаңыз, қан қысымын тұрақтандырады, әрі қан тамырларының серпімділігін арттырады. Қырыққабат. Қырыққабат бауырды тамаша тазартады, ішектің жиырылуын арттырады, ағзадағы зиянды заттарды шығарады. Құрамындағы күкірт денедегі зиянды заттарды жоюға көмектеседі. Бұл көкөністі жиі жесеңіз, денедегі ауыр металды шығарады, дәрумендердің синтезделуіне ықпал етеді. Ішек флорасының жаңаруына және ағзаның пайдалы бактериялармен орналасуына ықпал етеді. Қырыққабатта ішектің жұмысын ынталандыратын және оны тазартуға көмектесетін диеталық талшықтар көп. Сонымен қатар, қырыққабат темекі түтінінің ағзаға улы әсерін бейтараптандыруға мүмкіндік береді. Қызанақ. Бұл жемісте жасушалардың тотығуына жол бермейтін ликопен бар. Қызанақты үзбей жеу майларды тез ыдыратуға және оларды қорытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, өт бөлінуін ынталандырады, өкпені тазартады. Аталған көкөніс жүрек қан тамырлары мен қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Сондай-ақ көздің көру өткірлігін жақсартуға және тіс пен сүйек тінін нығайтуға көмектеседі. Антидепрессант қызметін атқаратын көкөністің құрамындағы тирамин көңіл күйді жақсартады, ал шырыны қанның ұюына жол бермейді және бүйрек пен өт қабына тас жинамайды. Кез келген ас үйден табылатын бұл азықтардың пайдасын білдік. Одан да маңызды дүние су екенін ұмытпайық. Себебі ағзаны тазарту үшін жеткілікті мөлшерде су ішу керек. Егер аз ішсеңіз, сіздің әрекетіңіз нәтижесіз болады. Өйткені метаболикалық процестер баяулап, ағза күресе алмайды. Адамдар таза суды қантты және газдалған сусындармен, шаймен, кофемен алмастыруға дағдыланған. Бұл түбегейлі қате түсінік. Су ағзалардың дұрыс жұмыс істеу үшін өте қажет. Сондықтан күніне кемінде
1,5-2 литр таза су ішу өте маңызды. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және видеоны туыстарыңызға, достарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіздер. Келесіде кездескенше аман сау тұрыңыздар.